Не деген отан? Кім жауап береді? Отан дегеніміз не дейді? Кім жауап береді? Мақұл, мен Отан дегеніміз не дейді? енді сәл не болсын, желілеу болсын. Отан сөзге қандай сәйкес сөздер келеді? Оған ел дұрыс. Сосын? Отбасы, дұрыс. Тек қана қыздар айтып отыр ғой, что-то балдар айтып отыр жоқ. Ұлдар? Тәуелсіздікте. Анура, дұрыс па? Бағана Анура айтып қой. Дұрыс па? Анура. Сосын? Анура соғы деймін. Домбыра кіре ма? Жылқы кіре ма? Дұрыс па? Ол бәрі ертеңде ол бәрі отан болады. Дұрыс па? Сол отанды қорғау керек. Сол отанды қорғау керек. Иракқа келгенде бірінші не көзге көрінген ол жүрген кішкентай балдар, аталар және әйелдер. Қалғандар еркектер жоқ. Неге жоқ? Себебі олар соғыстан қайтыс болған. Не болды? Ана өлген кісілер, оларға жеңіл болған. Почему? Потому что олардан нелер көрген жоқ. Ана балдар, шешелер, олар қиналып жатыр. Балдар кішкентай кезден уже жұмыс істеп ақша табу үшін, тамақ табу үшін. Сол үшін интернет қарағанда, нелерді жібереді ғой, кімдер, әдейі осылай соғыстырып и так далее. Соны сендер білу керексіңдер, тану керексіңдер, кірмеу керексіңдер сояққа. Себебі соғыс ешкімге керек жоқ. Кім соғысты көрдіп, екінші рет соғысты көргісі келмейді. Мені түсінген шығар деп ойлаймын, я? Мына қыздар маласы енді бізді қыздар қорған шығар енді. Ұлдар жүрді үндемей отыр. Енді қандай сұрақтар болады мен емеспін. Біз жауап беруге дайынбыз. Болса ұялмадым. Қоя бер. Себебі не үшін болдыңыз Иракта дейді? Ирактағы жарыстың себебі неде? Ирактағы соғыстың шығу себебі неде дейді? Значит, ол сұрақ, саяси сұрақ па? Значит, 2001-де 11-ші қыркүйекте, 11 сентябрь, екі башня Америкада көрдіңіздер ма? Құлады. Дұрыс па? Соны кімге жапты? Иракқа емес, олар кімге жапты? Террористерге, дұрыс па? Содан кейін ары қарай кетті. Ана жерде қалай айтушы сендерге, я? Содан кейін Саддам Хусейн кімдерді Америка құрама штаттарды тыңдаған жоқ. Сосын солар Америка не істейді? Америка айтады, ана жерде Иракта химическое оружие бар деп кетіп барған. Содан басталған. Бірінші операция болған Буря пустыни 98 жыл, 2003 жылы Свобода Ирак, Ирак и Фридом. Ирак и Фридом болғанда біз барғанбыз. Содан кейін. Тағы сұрақ. Тағы сұрақ бар ма? Сұрақ қойыңдар. Сол кезге сіз бірінші рет барғанда өзіңізді қалай сезіндіңіз? Енді сезім қандай болады? Басқа ұлттан келдім. Мен негізі әскери арқылы бәр жерде болғам. 2 рет Америкада, 10 рет Польшада, Амстердамда болғанда, Голландияда бәр жерде болғам. Кувейтте болғам, Катарда болғам.
сол Ирак сол келесі не болды ғой, келесі шетел мемлекет болды. Енді біріншіден мен сіздерге бағана айтты ғой, еркектерді практически көрген жоқ. Тек қана кішкентай балдар, ата-аналар болды. Болды. Біз өзіміздің отанымызды көркемдету үшін, қорғау үшін не істеуіміз керек? Өте жақсы сұрақ. Біріншіден мен сияқты емес, өзін тілді білу керек. Дұрыс, мемлекеттік тілді. Не деген тіл? Тіл деген ол определяет нацию. Түсіндіңіз ба? Мен қазір үйреніп жатырмын. Енді сөз кезде орыс мектепте оқығам, бағана мына кісі айтты ғой. Калининград 5 жыл, Москва 3 жыл, Академия генерального штаба 2 жыл, 10 жыл, әскери адам оқығам, орысша оқығам. Енді Аллаға шүкір, қазір бәріміз мемлекеттік тілге өтіп жатырмыз. Мен де солармен үйреніп жатырмын. 4 балам бар, 4-еуінде қазақ мектеп, 3-еу бітірді, 1-еу барып жатыр. Қазақ мектепке. Орысша сөйлесе, менен таяқ жейді. Екіншіден, тіл. Екінші, дәстүрлер. Атадан, ападан, апалардан келген, біздің апалардан дәстүрлер келген. Мысалы, кім асық ойнады? Ол асық ойлау білесіздер ме? Керемет. Осы мектеппен жақсы көріп қалды осы мектепті. Басқа вообще білмеймін. Мысалы, мен балдар білмейді. Не осы Парижде тұрамыз ғой, квартирада. Біріншіден не жоқ. Білмеймін. Мен кішкентай кезде тоже мұндай 4-5 этаж үйде тұрғанбыз, бірақ кешке қарай қақшы үйден асық ойнағанбыз. Ол ұлттық ойындар, ұлттық дәстүрлер дұрыс. Соларды біріншіден білу, екіншіден соны тарату керек. Кім Қазақстанда тұр, соларға тарату керек соны. Бәрі білеш. Сосын не істеу керек? Жақсы оқу керек. Жақсы оқу керек. Интернет керек, тек қана білім алу үшін. Интернет әсіресе керек. Білім алу үшін. Ойын емес, тик-ток, көп шығады ғой ділер. Картинка, сосын ділерді түсінбейсің ғой соны. Тек қана білім алу үшін. Сосын не керек? Бұлар бәрі әскерге бару керек. Себебі бір жылдың ішінде сендер не деген қару білесіңдер, қалай атуға болады и так далее. Үйренесіңдер. Сендер дайын боласыңдар. Біздің қыздарды қорғауға дайын боласыңдар. Прическа мықты өзі. Қазақстанның бүкіл ұл балалары әскерге бару керек деп жатсыз. Мысалы, әскерден қайтыс болып келіп жатқандар бар, біз соны көріп қалай әскерге барамыз? Бәрі өліп жатқан жоқ қой оның? Мысалы, қазір армия 1 жыл ғой, бұрда 2 жыл, мен 5 жыл болдым. 5 жыл. 5 жыл болғанда, 1 жылдың ішінде орыстар маған тиіскен. Мен қашқан жоқ қой армиядан. 1 жыл маған тиіскен. Ол шыдау керек. Еркек болғасын, еркектің арасында бәр болады. Мысалы, біз әке анамызда 5 сұл бар, күнде ұрсатып қой, күнде төбелеседі. Фингалмен жүреді. 5 сұл, 1 қыз болған жоқ. Енді, ана еркек тобына бәр болады. Сен шыдамасам, қалай соғысасың сен? Сол дедовщина, сол дейді айтады ғой, дедовщина айтады. Ол өздері жасайды. Мысалы, мен командир болғам, атарда командир бригада бол. Келгенде, сразу қарадым, жаңадан балдар келді, мен оларды қорғадым. Бөлек жатқыздым,
дембелдерді бөлек қойған, жұмысқа барғанда дембелдер бөлек барады, ана жастар бөлек жасайды. Сосын дембелдер келгенде, аналар дембел болмай ма? Сосын ойлағам, все болды, свете шығар деп. Солар дембел болғанда ана жастарды соққан. Понимаешь? Ол армиядан келмейді. Ол армияға келеді, сендермен бірге келеді ол армияға. Сол үшін ол мектепте, үйде тәрбиелеу керек. Жоқ, ұрып соққаны мақұл, бірақ қайтып болып келгендер не істейміз? Ол енді слабыйлар өз-өздерін қозып. Енді әртүрлі нелер болады. Жағдай. Калининградта 1992 жылда бір солдатым қайтыс болған, себебі ол электрик болған, әкесімен бірге естеген. Сол частта, біздің частта, өзге частта свет өшпей ма? Соны қосуға барып, ешкіммен сұрамайды. Қосуға барғанда сол светті береді да, топпен ұрады. Енді қазір мында бөліп атқан жоқ қой. Әр армияда болады. Тек қана біздің армияда емес, әр армияда сондай болады. Ол енді Алла Тағала тек қана соны біледі. Кім қанша тұрады, өмір сүреді. Сен осыған көрсең, сен онда армияға бармай қой. Армияға бармай қой сен. Басқа жерде. Рахмет, тек қана армияда емес, қазір жастар наркотиктен, арақтан өліп жатыр. Бір-бір пышақтап жатыр. Солай ма? Мен сізге қойған сұрағым, бітімгерлер деген кім? Олардың халыққа әсері және біздің елімізге көрсететін өзгерістері қандай болады? Енді не бойынша, он қағаздардың бойынша, құжаттардың бойынша миротворческий подразделение болады. Голубые каски болады. Мысалы, біздің балалар уже сол миссиямен неге барған, Африкаға, Ливанға барған, басқа неге дайындалып жатыр. Олар не істейді? Олар как раз екі жақтау соғылған арасында ортасына тұрады. Естірсің ба? Ортасына тұрады. Линия разграничения дейді. Мысалы, мыналар атса, алар бітірмекшілер тоже атады. Алар атса, то есть ол бір-бірден етпейді уже. Солардың арасында тұрады. Сосын бітірмекшілерде нелері көп бар. Көп ереже бар. Қашан атуға болады? Сосын бірінші атағын алдында не айту керексің? Кімді ату керексің? Мысалы, адамда ол не істесе, таспен сені лақтырса да, таспен лақтырса, сен оны атамайсың. Болмайды атуға. Атсаң, сені түрмеге отырғызады по международному закону. Қазақстан бойынша емес, Қазақстан емес, по международному закону. Ана жерде правилар көп. Для миротворцев. Тек қана сені атқанда, сол кезде сен аталасың. Атаға адамайсың. Өте қауіпті ол. Мысалы, соғысқа барғанда, кім бірінші көрді, сол атады, а бітірмешлер жоқ. Тек қана анау саған атқанда, сол кезде сен аталасың. Рахмет, Қайсар Мырзахметович, құрметті оқушылар. Құрметті оқушылар, балалар, әрбір сұрақ қойғанда сұрақ сіздердің білім деңгейлеріңізді кругозорларыңыз көрсетеді. Сондықтан сұрақты ойланып қойыңыз айналайындар. Бітімгершіліктер дегеніміз екі төбелесіп атқан адамның ортасында тұрған адам, қазақша айтқанда. Маған бір бұл кісілер айтып отыр. Рахмет сізге. Енді Қайсар Мырзахметович, тағы сіздердің сөйлейтін кісілер бар ма? Сіздің вручениеңіз бар ма? Біздің қонақтарға сөз берейік. Бұл кісі Жұмадилов Данияр ағаларыңыз
орденінің иегері батыр ағаларымыздың лебізін тыңдайық. Құрметті ұстаздар, ардагер мырзалар, оқушылар, жас сарбаздарымыз өсіп келе жатқан. Мен едім, біз батыр халықпыз, біз рухты халықпыз негізінде. Біздің бабаларымыз Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, олар қолдарына найзасымен бізді қорғаған. Олар да өлгісі келмеген, бірақ біздің болашағымыз үшін, біздің тәуелсіздігіміз үшін, біздің жеріміз үшін олар жан қиған. Енді келесі қорғау ол сіздерді, мына жастардікі. Сіздер мына біздің отанымызды, біздің жерімізді қорғамасаңдар, басқа жақтан келіп біреу қорғап бермейді. Сол отанды қорғау үшін сіздер білімді болу керексіздер. Денсаулықтары мықты болу керек. Және салт дәстүрімізді сақтауымыз керек. Сол мен айтарым, бәрі жақсы дейсіз. Соғыс болмасын, Қазақстан тыныш, осылай тыныш өмір сүре берейік. Құрметті ұстаздар, оқушылар, мына енді қазір өте керемет кездесу болып жатыр. Мына ағаларымызбен кездесіп, өздерінің жаңағыдай өткен басындағы қиыншылықтарды сіздерге арнап сөз етіп отыр. Бұл ағаларға рахмет. Осы ағалардың құрметіне қошемет қылыңыздар жағайды. Біз осы Астана қаласында барлық төрағалар бір-бір қазір таңда мына қазақ атам айтады ғой, мына бір қолдан қол шығарып, бір жерден қол шығарып, бір жағынан бас шығарып дегендей, сол айтпақшы бәріміз қазір бірігіп тірілімізде осындай мектептерге, осындай іс-шараларды өткізуге осындай атсалысып жүрміз. Біздер мысалы, өздеріңіз білесіздер, 1986 жылы Совет одағында Совет одағымыз бүкіл жер жүзінде үлкен алапат, ол да болса Чернобыль қасіреті. Біз осы Қазақстан бойынша 32 мың адам кісі қатысып, қазіргі таңда Қазақстан бойынша 4 мың және ардагерлеріміз қалды. Сонда біз 37 жылда 28 адамымыздан айырылып отырмыз. Біздер жаңағыдай көрінбейтін жаумен айқастық. Мынау дейміз, мынау жігіттерге рахмет, сіздерге де рахмет, осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп, ағаларыңызбен бөліспегендеріңізге. Рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Құрметті оқушылар, біздің қонақтарымыздың қонақ кәдесі бар екен. Сөзді Қайсар Мырзахметовичке беремін. Біздің одағымыздан сыйлықтар бар. Енді аз болса көп көріңіз, мақұл ма? Мына жерде өсіп келе жатқан жас ұрпаққа әскери патриоттық тәрбие беруге белсене қатысқан үшін құрметті грамотасымен келесі адамдар марапатталады. Амарханов Ернур Аханович.